Бүгін сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Сабаққа дайынсыз ба? Жақсы, рахмет, отырыңыздар. Балалар, бүгін бізде қазақ тілі сабағы, иә? Оқулығымызды, жұмыс тапсырмамызды алып, назарымызды сабаққа аударамыз. Бүгінгі сабағымыз біздің топтық жұмыс түрінде өтеді. Сол себебінде ең бірінші біз топқа бөлініп алайық, иә? Ол үшін барлығымыз тақтаға шығып, мұнда жаздырылған қағаздардан аламыз. Бір-бірінен алыңыздар. Магнитті тастап, қағазды ғана алып, соныңыз қалдырайық. Сымсыз телефон әдісін пайдаланамыз. Бірінші тапсырмамыз, яғни мәтінмен жұмыс жасаймыз. Бірінші мәтінге назар аударайықшы барлығымыз. Көрдіңіздер ме, күні бойы деп басталатын. Сол мәтінді қазір бөліктерге бөліп сіздерге беретін боламын. Және 5 минуттың ішінде оқып шығамыз. Сіздерге басынан бастап қараңыздар, бірінші топ. Сіздерге күні бойы деген жерден бастап келе жатты деген жерден. Яғни 2-3 абзац түсінікті, иә? Бірінші топқа жатыр. Одан кейін екінші топқа сіздерге не қараңыздар. Бірінші топқа күні бойымен келе жатты деген жерден берілді, абзац аралықта. Сіздерге жарты қаламшылықтар соңына дейін. Жарты қаламшылықтар көрдік па? Қыздар көрдік па? Содан сарынайдың оқымыз. Жоқ, сол бойынша тастыма оқымыз. Бірінші оқып алайық. Мұқият оқыңыздар бірінші. Жалпы мәтін не туралы екен? Сұрақтарға жауап бере Енді осы мәтін бойынша бізде астында мәтіннің астындағы кестені көрдіңіздер ме? Көрдік, иә? Сол жердегі бірінші, екінші деген сөйлем сіздерге. Мұқият оқыңыздар. Одан кейін екінші топқа, үшінші, төртінші деген. Көрдіңіздер ме? Осы сөйлемдер бойынша қазір ауызша жауап беретін боламыз. Яғни, сол сөйлемдерден берілген, яғни қарамен жазылған сөздерді мағынасы көрсетесіздер. Яғни, бұл сөздерді сіңесіңдер, иә? Сіңесіңдердің мағынасын айтасыздар. Иә, ауызша. Топпен ұйымдастырып, бірінші, екінші сөйлем бойынша дайындалыңыздар сіздер. Сіздер үшінші, төртінші сөйлем бойынша топпен ұйымдастырып дайындалыңыздар. Ауызша. Кім оқиды? Айтамыз. Үйде бойлары бір тұтам жар қаламшарлар. Дұрыстап оқыңыз. Үйде бойлары бір тұтам жар қаламшарлар жүр екен. Өте ұзын деген мағынаны білдіреді. Өте ұзын және де тым қысқа деген екі мағына берілген бізге. Және де қарамен жазылған сөз қандай сөз? Бір тұтам. Бір тұтам. Қай сөзбен алмастыруымызға болады? Өте ұзын. Неге? Топпен ұйымдастырып жауабын айтыңыздар. Қайсы? Тым қысқа болады. Яғни бір тұтам сөздің мағынасы қысқа, яғни тым қысқа деген білдіреді. Екінші сөйлем. Оқы. Жетекшінің бір басы қалған қас қалам сәтте тамақ әзірледі екен. Ол тез ыстық, ол тез мағына. Яғни қас қағым сәтте дегеніміз? Тез. Жақсы, рахмет. Бірінші топ, екі
экранға назар аударамыз. Қараймыз. Бірінші топ, яғни бірінші бағанада берілген көп нүктенің орнына тиісті жұрнақтарды қойып жазамыз. Жоқ, жаңа біз өттік қой жұрнақтарды, арнайы жұрнақтарды айттық қой. Соларды қойып жазамыз. Яғни бірінші бағанадағы сөздер бірінші топқа, екінші бағанадағы сөздерді екінші топқа. Үшінші сөзден берілген тапсырманы бастаймыз. Яғни түсінікті қоя тапсырма. Көп нүктенің орнына арнайы жұрнақтарды қоямыз. Бірінші топтан оқымаған алуа бізде сатылған сипат бар, алуа оқи ғой. Тыңдаймыз. Тұзды тамақ, шыдамды көлік. Яғни біріншіде қандай жұрнақты қойдың? Д. Екіншіде? Д. Үшінші? Бүрмелі. Топта дұрыс жатқандар бар ма? Жоқ, үшіншісін. Бүрмелі көлік, яғни ле жұрнақты болады. Біріншісінде қараңыздар. Тұз тамақ десек те дұрыс болады. Ондай мақалар ма басқалар? Тұз тұзды дегенде бар. Ендеше екеуі де дұрыс болады. Жақсы? Яғни бірінші топ үшіншісіне қателесті. Келесі. Ануар. Одан кейін Санжар оқу. Екеуіңіз сауалға қатыспай тұрсыз. Біріншісі әдетті қыз. Яғни қандай жұрнақ қойдыңыз? Әдетті, иә? Одан кейін? Шырайлы. Одан кейін? Өнерлі. Бүлдіршін. Өте жақсы. Дұрыс орындағы екінші топқа екі жолдама берілсе, бір қате болған бірінші топқа бір қате жолдама беріледі. Жақсы, рахмет. Мәтін тыңдаймыз. Сол бойынша тапсырма орындаймыз. Мәтінді ең бірінші мұқият тыңдауымыз қажет. Марс өлі ғаламшар. Онда тірі жанның өмір сүру мүмкін емес. Оның көптеген себептері бар. Ең алдымен, Марстың атмосферасында өте тығыз улы көмір беткі қабатының ең назар аударарлық жағы вулканнан кейін түзілген жерлер. Мысалы, Марста орналасқан диаметрі 600 шақырым, биіктігі 25 шақырым. Марс туралы. Екінші атауы? Қызыл ғаламшар. Ол қызыл ғаламшарда ояқта атмосфера тіршілік жоқ. Ояқта қатты ыстық 55 градус астық. Және ояқта көмір қышқыл улы заттар. Дұрыс. Қандай ақпарат қосамыз? Айта ғой. Марс деген төртінші ғаламшар, яғни біз жерден кейінгі ғаламшар. Оны қызыл ғаламшар немесе қызыл жұлдыз деп атап кетеді. Өте жақсы. Енді балалар, дәл қазіргі тыңдаған аудио мәтін бойынша мына ақпараттарды толықтырамыз. Экранда көріп тұр ма сіздерге, иә? Ең бірінші, көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып жазамыз. Яғни, Марста тіршілік ету мүмкін емес. Өйткені бірінші сөйлем. Марста тіршілік ету мүмкін емес, өйткені ары қарай аудио мәтіннен ақпаратты толықтырамыз. Соның астын сіз қойыңыздар түсінікті болу үшін. Марста деген деген айтып ма? Одан кейін бірден Марста тіршілік тексереміз. емес, өйткені ояқта атмосфера жоқ және тіршілік жоқ. Жердегі биік тау шыңы бұл жанартау. Дұрыс па балалар? Жоқ. Толықтырайын шақырындай. Дұрыс па бәден? Эверест. Иә, айтылды, иә, нақты. Бір қате, сосын келесі. Марста диаметрі 600 шақырым, биіктігі
Басқаларыңыз өте сілетіп ақпаратты. Топырақ қызыл. Апай мен айтсам болады ма? Төртінші сөйлем. Неге жазасыз? Мен сұрағыма. Апай дейді, иә? Сәнжаш, сен ше? Тоқтырсам болады ма апай? Келесің. Ал, Алихан айтамын. Оның топырағы қызыл және күн түскен кезде ол деген қызыл болып көрінеді. Топырақ қызыл. Және де неден қараған кезде қызыл болып көрінеді? Өте жақсы. Жалпы қазір сіздерге мына микрофонды ұсынбақшымын. Қандай мақсатта ұсынамын? Тыңдаймыз. Бүгінгі сабақта, егер мен сабаққа келмегенде, қандай ақпараттан құр алатын едіңіздер, тіркесті ұстана отырып, бүгінгі сабаққа өздеріңізді кері байланыстырыңыздар. Бірінші топтан бастайық, барлығы айта ғой. Бүгінгі сабаққа келмегенде, Мен бүгін сабаққа келмегенде қандай ақпарат қалған едім? Марсты білмеуші едім. Марс ғаламшары, иә? Марс қызыл ғаламшары және атмосфера ояқта жоқ екенін білмеуші едім. Келесі оқушыға. Мен бүгін сабаққа келмегенде Марстың және ғаламшар жүріп тұрған бөлігінен және ережелер білмейтінмін. Қандай ереже? Келесі алу айта ғой. Мен сабаққа келмегенде мен Марс туралы қатты білмеуші едім. Мен Марсты білмедім. Ояқта көмірқышқыл газ бар. Көмірқышқыл газы бар екен дейсіз. Жақсы, келесі Аяз. Мен бүгін сабаққа келмегенде жалғауларды және де Марс туралы ақпараттар. Жалғаулар білдік па? Жұрнақтар. Яғни Марс туралы көптеген мәліметтер білдім. келесі Ерасыл. Мен сабаққа келмегенде Марстың екеуі Марстың жерлерін білмеуші едім. Ояқта что газ екенін несі Бар екен. жоқ. Жақсы. Келесі Ямur. Мен бүгін сабаққа келмегенде Марс ғаламшарының ақпараттарын білмеуші едім және ғарыш туралы топ білмеуші едім. Жақсы, рахмет. Екінші топ қайда? Тыңдаймыз бірінші топ. Оның эвересті бар екен, оның қызыл болған екен. Бірінші топтың Есімін жасау жолдарын. келесі. Бүгінгі сабақта мен ойлаймын сіздер лексикалық тақырыппен қоса грамматикалық тақырыпты да жақсы меңгердіңіздер дейді. Енді барлығыңыз үй жұмысын жазып алыңыздар, сосын сіздерге кері байланыс айтады. 5-ші тапсырма 99-шы мектебі. Иә, жазып алыңыздар. Санай ғой. Сіздерде 8, иә? Жарайды, Ерасыл 9. Одан кейін екінші топтан 11. Яғни жеңіске жеткенімізде екінші топ екен, иә? Жақсы, отырыңыздар. Оқушылар, бүгінгі сабаққа қатысқандарыңызға көп рахмет. Және де 10 сәуір күні өткен қазақ тілі пәнінен өткен ашық сабақта өз білімімен топтағы белсенділігімен көзге түскені үшін бізде мына жерде қайту екендігін қазір жазып беремін, бірақ әрқайсыңызға осындай мақтау қағазын беріп келіп